Ассалаумалейкум достар. Бүгін расширительдегі бактың крышкасын қалпына келтіру бойынша сіздермен айтып тоқталып кетем. Яғни барлықтарымыз білеміз. Антифристің атып шығуы, бачоктан қайнап кетуі, радиатордағы судың циркуляция болмауы, яғни крышкадан болады. Енді ол бір себебі. Қайнап кетудің де басқа да себептер бар. Енді бір себебі крышкадан, яғни клапанның дұрыс істемеуі. Крышканың клапаны дұрыс істемегендіктен бачоктағы қайнап тұрған су, яғни антифриз, далаға атып шығады. Яғни бәріміз білеміз, біз сразу жүгіреміз де базардан крышка алып сала саламыз. Сол үшін мен сіздерге базарға жүгірмеу үшін сіздерге реставрация жайлы түсіндірейін деп жатырмын. Бұның крышканың екі түрі бар, китайский түрі бар, оригинал түрі бар. Разница жоқ, екеуінде де екі клапан бар. Үлкен клапан, кішкентай клапан. Яғни қарап тұрғаныңыздағыдай, үлкен клапанның іші ойық. Яғни ішіндегі клапан жоқ. Мынада орында тұр. Болмаса керісінше болады. Мына клапан жоқ болады, мынауыкі тұрады. Яғни қай-қайсы клапан болмасын, яғни біреу түсіп қалса, болмаса жоқ болса, жұмыс істемейді, қызметін атқармайды. Сондықтан бұны біз шешіп көрсетемін. Бұл оңай шешу. Бірақ отверткі, болмаса бір кез келген бір немен шешіп алуға болады, инструментпен. Ұстап тұрған бірақ резина. Осы резинаны аламыз. Резинаны аламыз. Алдық. Көріп тұрғаныңыздағыдай, бұл ішіне қарай түсіп кеткен. Үлкен клапандікі ішіне қарай түсіп кеткен. Восстановить ету өте оңай, ешқандай ненің қажеті жоқ. Көріп тұрғаныңыздағыдай, клапан жүр ішінде. Яғни біз пружинаны саламыз. Клапанды көрініп тұр ма барлықтарыңызға? Орны кейде болады, осылай түспей қалады. Көріп алайық. Түсу керек. Өз ішінде тетігі болады, соған бассаң түсе қояды. Егер дым түспей жатса, егер салынбай жатса, түсті. Осылап түсіруге болады. Осылай бастады.
салынды. Ол оңай. Кез келген адам қолына келеді. Деп бір айналдырып жібересіз. Болды. Болды, обратно расширительный бакетке салып қойсаңыз болады. Ешқандай не емес, қайта жұмыс істей береді. Рахмет сіздермен. Сіздермен болған Деу автоэлектрик.